Anашым, апайымыз бізге лақтарын светті көрсетті. Жарайсың балам, мұнда біз бүгін демалысты пайдаланып отырып, әкемізге қораға барып көмектесейік, я балам, я? Иә, анашым, бізге ешкінің сүтін ішуге болады ғой? Я, әрине болады. Ешкінің сүтінде көптеген дәрумендер бар қызым. Онда біз қораға барып, ешкіні сауып, кешкі асқа сүтін шай ішуге дайындайды қызым, я? Иә. Қазір папаларыңа, әкелеріңе көмектесуге барамыз. Кіре ойындар. Қанекей, әкелеріңе көмектесейік, балалар кіре ойындар. Әкесім, мен көмектесейші. Келе ғой балам. Азанға шөптерін береміз балам, Мана қазір үстін қатты күндір болма. Жерге тікар қарай. Балам, сасайдан ішіне. Анашым, мыналарың болсыншы. Жарайды қызым, сенің лағын осы болады. Әкемізге келейік. Әкесім, Аллах некі болсыншы. Онда налақ сенікі болсын, Азик көше. Кел, ма. Келе ғой, келе. Қанекей, әкесі, әке көш берсінші сүтті лаққа. Азик көшке бере ғой. Келе ғой, сүтті лаққа, әке көш берсін. Ма. Сүтті Бере ғой, қойсай ғой. Келе Әке ғой. ұстаймыз. Бере ғой, бере ғой. Неке ғой. Астамаса. Енді мына лаққа екеуміз бүйтіп Молодец. Мынау енді сенің лағың Мынау сенің лағың болады енді. Анашым, сүт пісіріп жатсыз ба? Я, ешкінің сүтін пісіріп жатырмын. Ол ешкінің сүті өте пайдалы бізге балам. Бұл асқазанда жеңіл қорытылады, иммунитетті нығайтады. Бұл ежелден халық медицинасында пайдаланып келетін тағам. Кәнеке балам, енді кешкі асқа сүтіміз дайын болды. Әкеңді қорадан шақыра ғой. Шай берейік папаңа. Балалар, қолдарыңды жайыңдар. Әжемізде кешкі астың батасын алайық. Басқа адалдық берсін, басқа амандық берсін, өсе берсін, әулетің, таса берсін, дәулетің, әумин. Әумин.